Баршаңызға сәлем. Бүгін біз небәрі 5 минутта дайын болатын өте дәмді морковный пюре әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен сәбізімізді тазалап, аршып, жуып аламыз. Дәл видеодағыдай етіп, турап шығатын боламыз. Сәбізімізді турап болғаннан кейін үстіне су құйып, отқа қойып қайнатамыз. Суымыз қатты бір қайнағаннан кейін бетін ашып, астын баяулатып, бұқтырып 15 минутқа пісіретін боламыз. Сәбізіміз жұмсарып піскеннен кейін оның осылай суынан сарқып алатын боламыз. Суынан толығымен сарқып алғаннан кейін дәл осы сәбіз қайнаған судан 4 ас қасық суды құйып, оның үстіне шекерімізді саламыз, сұйық майымызды құямыз. Енді барлығын жақсылап миксерменен езіп шығатын боламыз. Достар, бізде пюре дайын болып қалды. Міне көріп тұрғандарыңыздай ешқандай түйіршіксіз, әдемі, тәтті пюре болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл ең пайдалы витаминге бай пюрелердің бірі. Барлық бүлдіршіндерге жасап берсеңіздер болады. Және де кез келген торттарға, пирогтарға қосып әзірлесеңіздер де болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.